6 қаңтарда кешкі 4-терде жолдасым таксовать етем деп шыққан. Шыны керек, қалада осындай бір сұмдық болып атқан даже біз білген де жоқпыз. Өйткені именно сол кезде телевизорымыз сынып қалды, интернет жоқ. И спокойно кетті. Не болып атқанын білмейміз даже. Звондағанда уже көтермейді. Уже ол көтермегесін біз уже паника бастадық та. Обычно үйтпеуші еді. Мына жақта уже қаншама звондап жатырмыз, көтермейді. И где-то сағат 10-дарда бір танымайтын кісі көтерді. Сол кезде жолдасыңыз жанын тапсырды деп айтты. Между Абая Сатпаева по Фурманова денесі жатыр деді машинасымен. Тура ол таксовать еткен кезде тура машинаға оқ жауып бастады ғой. Сол алдындағы қырғыз азаматы қайтыс болды. Сол кезде именно машинаға атқан кезде жолдасым машинаны бұрып артқа бергенше сонша ата берген ғой. Пока что они его не убили, олар қоймады. Бірінші сонда я постоянно осы момент, әлің еще міне 2 жыл өтіп кетті ғой, осы момент мен и прокручиваю. Сонда получается, он прямо ехал, и с первого убили алдындағы пассажирді, жолдасым назад берген кезде, мына машинаның мына жағы бәрі вся в пулях, сонда артқа берген кезде уже желкесінен тиіп отыр. Пуля уже желкесінен тиді. Басынан тиген оқ, миын 2 бөліп кеткен ғой сол кезде былай. Сонда қаншама уақыт ол қашып баратқан, до конца, пока что не убили, они неткен жоқ, не остановились. Сол денесін біз таңертең 7-лерде ғана алып кеттік. Сонда получается, ол түнімен сол жерде жатқан. Дело засекречено. Сол бізге айтқан, сол военный структура деді. Военныйлар атты. Қызымды босанып алдым, қазір 4 балам бар. 2 қыз, 2 ұл. Сол әйтеуір тұрып жатқан үйіміз бар, Құдайға шүкір. Сол жолдасым екеуміз әйтеуір осы үйді как поженились, тырнақтап салып келе жатқан үйіміз еді. Енді бір бақытты өмір сүреміз деген кезде үйдің қызығын да көрмей кетті. Сол қазір енді данный момент мен декреттемін, жұмыс істей алмаймын, пособие енді ол, конечно же, жетпейді, потеря кормильца, пособие. Енді приходится, я не говорю, намыстансам да любой подработкаға шыға берем. Осы бала шағымды еш нәрседен қысылмасын, ешкімнен кем болмасын деп мен любой жұмысқа шыға берем. Ол кезде мынау кішкентай қыз іште, балам бүйтіп оқып шығады деп ойлаған жоқпын мен. Анасын баласымен сынанбасы дейді ғой. Русланның жоқтығын әлі сенбейміз. Балалар өсіп келе жатыр. Енді күнде кішкентай қыз, папам қайда десе не деймін деп қиын ойлаймын мен. Менің папам қайда десе, қазір бұл суретті қырып папа деп қоятын дау. Мазасыз. Папамның қайтыс болғанына уже 2 года как, и осы 2 жылдың ішінде мы немного повзрослели. Папам тірі кезінде мені ерекше қатты жақсы көретін, өйткені мен үйдің жалғыз қызы болдым осы күнге дейін. И мен өзім қызығып, мен жұмысқа кірем папа дегенде, папа мені рұқсат бермейтін жұмыс істеуге. Ал қазір мне приходится работать, чтобы маме помогать. Мен жасым уже 18-де, мамаға ауырлық түсірмей, папам ешқашан жоқ деп айтпайтын. Қолындағы барлығын беретін папам. Әкем менің көз алдымда өте еңбекқор, ақ көңіл, мықты адам болатын. Мен сол отбасы көрсін деп, бала шағасы көрсін деп, әкем барын салатын. Күн демей, түн демей жұмыс істейтін. Жұмыстан демалыс болса да жиі таксовать етуге шығып тұратын. Сол бізді еш нәрседен кем болмасын деп. Отбасы үшін ең керемет болып есте қалатын жағдайлар ол, біз отбасымызбен тауға өте жиі шығатынбыз. Әкем апаратын. Өте жиі шығатынбыз. Әкем өте мықты адам болатын. Тәрбие жағынан да әкем
мықты болуға, салмақты болуға үйретеді. Әкем мен үшін өте жақсы адам болды. Өте жақсы адам. Ақ көңіл, еңбекқор адам болды. Мен папамды сағындым.